Жиналыс бойында отыр. Сіз әкімдіктің қызметкері емессіз. Бұл жерде жиналыс бойында жатыр. Бұл жерде халықтың несін мемлекеттік қызметші жиналыс бойында. Бұл жағы дархан қабылдаушылар айтқандай. Аха. Не үшін сонда болмайды? Неге не үшін болмайды? Қызметкерлердің жиналысы. Шығып тұрыңыз. Жоқ. Келсін қазір. Сөйлесеміз. Госинспекторға бәрін жеткіземіз. Жеке кездестіресіз, кетеміз. Қайсы кімді? Мен шешпеймін. Кімді? Мен шешпеймін. Сәуле Ордабайқызымен жеке кездестіресіз бе? Мен ол кісінің көмекшісі емеспін. Жоқ, енді сіз аппарат басшысы ғой. Мен ол кісінің көмекшісі емеспін. Бірнеше рет мен сізге айттым, проблема шешкен жоқсыздар. Бұл жерде сізге қатысы жоқ бұл жиналыстың. Неге қатысы жоқ? Бұл үлкен зал, өзіміздің мәжіліс залымыз. Не үшін қатысы жоқ? Бұл жерде мемлекет мекеме басшыларымен жиналыс. Сіздер Сіз проблема- қоғамдық кеңес мүшесі болғанымен жиналысқа қатысыңыз жоқ. Жігіттер босата беріңдер. Сіздер проблема шешпегеннен кейін келіп өтіп. Телефон сөндіріп кім? Көрбей? Телефон сөндіріп бара бердің. Ау? Сәуле Ордабайқызымен қазір кездесеміз көміз. Енді жақсы жиналыс болады. Бұл халықтың кездесу емес. Халықтың проблемасын шешесіздер ма? Бұл Кетеміз. жерде халықтың кездесу Өткендегі емес. облыс әкімі Дастан Адайұлының тапсырмасын қашан орындайсыздар? Мен сізге сұрақ қойып тұрмын енді қашпасаңыздаршы. Бұйырса госинспектормен кездесеміз. Сәуле Ордабайқызымен. Тарқа милиция шақырам дейді. Милициямен оқытып отыр. Сәуле Ордабайқызымен. Мына видеоны интернет желісі арқылы сізге жолдаймыз. Жеке кездестіресіз бе госинспектормен? Жеке күтеміз, жиналыстан бөлек. Жол тұрасыз ба? Ақтолқынға. Мен сізге сұрақ қойып тұрмын ғой. Өткенде вопросты шешкен жоқсыздар. Бөрібай алдап кетті. Айтатын сөздің бәрі өтірік. Сіздер шешсеңіздер осы айда қалатын еді ғой. Ау? Жоқ, жиналыстан кейін кездестіресіз бе? Кетеміз, қатыспаймыз, осы жерде күтеміз. Онда шақырыңыз көмекшісін сөйлесейік. Негізі госинспектормен кездесуге бола ма? Мен қазір босыңыз. Сіз жұмыста жүрсіз ғой, қалай өсіңіз? Онда қашып жатыр. Өткенде анау Медибаев деген кісіге енді осы кісі кіргізбей қашқан, енді бос емес дейді. Енді госинспектор келіп тағы қашып жатыр, бос емес Болады дейді. шатырыңыз. Жол тұрасыз ба? Дархан, Аха. жиналыс баста, телефон Сен кімсіз? өзі конфликт бастап тұр. Сен кімсіз мен телефонға сөйлесіп? Міне. Құрметті Сәуле Ордабайқызы, қараңыз, міне мен сізге келіп тұрмын мына жерге. Мыналар маған кетші жатыр. Шақшана, замакым мына жерде әңгіме айтып жатыр. Біз мына жерде кетші былай. Біз міне мына жерде Сәтбаев қаласының полиция бөлімінің басшысы орынбасары тұр. Мына жерде міне замак не дедің жаңа? Сонда кездесуге болмай ма не? Кездесуге Жоқ, болады. неге мен мүлкіме жанасасыз? менің Сіз кімсіз маған үйде? Мен Дарханмын. Мына жерде міне облыс әкімі орынбасары. Сізге айтты ғой. Облыс әкімі орынбасары білесіз бе? Ыдырысты сол кісіні күтіп тұрып қазір ақбілет жолғамыз. Сіз кімсіз? Қай жерде тұрсақ өзіміз білеміз. Қай жерде тұрыңыз деймін. Өзіміз білеміз қай жерде Сіз тұрсақ. рұқсатсыз кіріп кеттіңіз. Қалай сізге міне акимат сатып алған жеріңіз ба не? Режимный объект. Жоқ, Ана жерде акимат сатып алған жеріңіз ба? Рұқсатнамасыз кіріп кеттіңіз. Қандай рұқсат керек бұл жерге? Жеріміз. Қандай рұқсат керек? Или мына полициямен қорқып тұрсың ба мен? Жоқ, мен ана жерден шықтым ғой, мына жерден отырдым мен ше. Мына жерге шықтым. Менен кінә бар ма? Не артық? Жоқ, түспеймін. Бұл кісіге айлық кімнің арқасында төленіп жатқан? Қанашы мына нәрсені алыңыз дейді. Бұл кісіге халықтың арқасында ғой айлық төленіп жатқан, дұрыс па? Астта сөйлесіп, раста жүрсің. Жоқ, мешет етпеші ме? Мешет етпеші деймін. Мешет Астта сөйлесейікші. қазір келеді. Жоқ, басшы келеді. Астында мынау жерде тұрамыз. Не деп болды, сол ойында түсінбеймін. Енді мына жерде тәртіп бұзылып жатыр деп Қандай айтып отырмыз. тәртіп? Қандай тәртіп? Адам құсап мен сөйлесіп тұрмын. Жоқ, қандай тәртіп Мен бұзылып жатыр? келістім. Ол кісілер қазір шығамыз айтты. Аман Күтеміз келді. деп бастадық. Аман келді. Қандай тәртіп бұзылып жатыр? Енді айтып жатыр ғой мына Жоқ, мен тәртіп бұзылып жатырмын ба? Жоқ, ескертіп жатыр ғой мына кісілерді. Қалай ескертіп жатыр? Жоқ, мен адам ұстап тұрдым ғой. Мына кісі жаңа замакым келіп маған әңгіме айтты. Өзі келіп тірелді ғой. Мен адам ұстап тұрдым. Мен видеоға түсірдім ба? Сөйлесейік деді. Сөйлестім. Алмас Серікболов, облыс әкімі орынбасары. Алмас Серікболов айтты, осы жерде күт. Қазір мен сөйлесемін деді. Қазір. Дұрыс па? Астта тікші. Тоқта, тиіспеші. Ұстамашы мені, ұстамашы. Ұстамашы. Жарайды бұл. Сәке. Қазір текке маған айтты. Жоқ. Астта түсірек та. Ұстамашы мені.
ұмытып қалма мені. түсірмей Түсіріп тұрмын. Ұстамашы онда, ұстамашы. Маған обидаңыз бар ма не? Мен сізге көмектескенім есіңізде ме? Жоқ, кезінде мен сізге көмектескенім есіңізде ме? Сонда не бұлар? Мына кісі мені өлтір десе сіз өлтіресіз ба не? Жоқ, өлтір деп тұрған жоқ қой. Жағалыспашы біз өзіміз жағалыспашы. Өтініш жолдаған әрбір адамның сауалына нақты жауап беруге тиіс. Әдетте, мұндай хаттардың көбі аймақтағы инфрақұрылым, соның ішінде жол, аула және балалар алаңы туралы болады. Бұл жергілікті жерде шешімін табуға тиіс негізгі мәселелер. Бірақ әкімдіктер көп жағдайда мұндай өтініштерге атүсті қарайды. Амалы таусылған жұрт орталыққа тіпті президент әкімшілігіне шағымдануға мәжбүр. Азаматтардың өз әкіміне деген сенім деңгейін осындай хаттардың санынан байқауға болады. Жыл өткен сайын халықтың талап тілегі артып келеді. Бұл бүкіл әлемге ортақ үрдіс. Әкімдер халыққа құрметпен, шыдамдылықпен, түсіністікпен қарап, азаматтармен ашық әңгіме жүргізуге тиіс. Олар барлық мәселені мүмкіндігінше өз деңгейінде шұғыл және сапалы шешу қажет. Атқарылып жатқан жұмыстың мән жайын үнемі жұртқа түсіндіріп отырған жөн. Сын түзілмей, мін түзілмейді деген. Әрине айтылған ұсыныс пікірге назар аудару керек. Негізі, бұл барлық деңгейдегі әкімдерге ортақ ұстаным. Тұрғындарды ортақ іске жұмылдырып, алға бастай білетін әкімді нағыз әкім деуі болады. Былтырғы жылы айтқас, былтырғы жылы халықпен кездесуде 100% сүйікті қаланы тексердік. 3 нарушение анықталды. Жаңағы старший подумның сайланбағаны, сосын шөктің ашылмағаны, тағы 3-сі ұмытып қалдым. 3-сі қандай еді? Сіз айтқан? 3 нарушение анықталды дедіңіз. 100% тексердік дедіңіз. Есіңізде ғой, иә? Кемшіліктер ол шоттардың болмауы, есеп шоттардың әр домда фотоның дұрыс болмауы, жай серіктестіктің және тұрғындармен старший по дому дейді, солармен келісім шарттың болмауы. анықталды ғой. Анықталды. Неше процент осы мәселе толыққанды аяқталды? 380 үйдің барлығы аяқталды. 380 үй бойынша. Сүйікті қалада 380 үй, кемшіліктер табылды. Менің орынбасарыма хат жіберілді. 13 шілде кемшіліктерді жоюдың уақыты аяқталады. Сол уақытты күтіп отырмыз. Сосын ары қарай прокуратурамен сотқа бересіздер, иә? Иә, құзыретті органдарға жүгінеміз.